Айгерім көркіне көз тоймайтын, біткен бойы мінсіз әйел еді. 15 жыл бір шаңырақ астында түтін түтетіп, екі перзент сүйсе де, оның сымбатына еш сызат түспеген. Тіпті уақыт оның сұлулығына дәрменсіз сияқты. Үнемі үлбіреп жайнап жүретін. Шаш қойысымен бет әрлеуі, талғампаздықтың биік үлгісі. Үстіндегі киімі соңғы сәнге сай, өзіне сондай жарасынды. Оның үстіне мінезді жібекте еді. Жеңіл әзілімен бойындағы таусылмас оптимизмі Айгерімді өзге әйелдер үшін қол жетпес шындай ететін. Онымен бәсекелесу бос әурешілік, оған жету қиынның қиыны. Айгерім-ау, серігіңнің маңдайының бағы 5 ел екен. Қандай жары бар десеңші? Саған деген махаббатында шек жоқ шығар. Өзінде қандай керемет бәйбішесің. Дастарханың жайнап тұр. Үйің айнадай жарқырайды. Балаларың болса сәнді киінген, сабақтары да озат. Бәріне қалай үлгересің? Осы бір тынымсыз энергияны қайдан аласың деп, құрбылары оның өмірге деген құштарлығына қайрандалатын. Біреулер оған сүйсіне қараса, енді біреулер іштей тұнып жек көретін. Өйткені мұндай биік деңгейге сәйкес келу кез келгеннің қолынан келмейтін шаруа. Көптеген таныстары Айгерімге жүздерінен күлкі шашып емірене сөйлегенімен, көкіректерін қызғаныш оты өртеп, іштей тас түйін болып жүретін. Тек санаулы ғана шынайы достары оған шын жүректен тәнті болатын, бірақ ондайлар аз еді, қалғандары тек көре алмастар. Әсіресе ер азаматтардың күйі қиын еді. Иә, дәл солар. Серіктің әйеліне қарағанда олардың көздері қалай жайнап кететінін көрсеңіз ғой. Жастығын сақтаған, мүсіні мінсіз, балалары тәрбиелі. Үйі болса, Алматының ең сәнді журналдарының мұқабасындағыдай талғаммен жиналған, әсем де жайлы. Ал пісірген асы мейрамхана тағамнан асып түспесе кем емес. Тіпті тамақты табаққа салу мәнерінің өзі бір өнер туындысы. Мінезде қандай қалыпты? Әрқашан жылы жүзбен қарсы алады. Күйеуімен болмашы нәрсеге салғыласпайды. Ақ көңіл, биязы, әйел емес, нағыз алтын. Ал ол еркектерді үйде не күтіп тұр? Үйде оларды үнемі шаршаған, жүзі солғын, үстіндегі халатының майы шыққан, басындағы шашы ұйпа-тұйпа болған жары күтіп алады. Серік әрине жарын мақтан тұтатын. Үнемі жүзінен нұр тамып, бақыттан басы айналып жүргені. Тіпті оның тым бақытты кейпі кейбіреулердің жынына тиетін. Бейне бір лотереядан миллион ұтып алғандай кейіп танытатын. Несін айтасыз? Адамдарға біреудің жетістігіне қуанғаннан гөрі, қызғанып, іштен тынған әлдеқайда оңайырақ қой. Айгерім мен Серіктің достары көп сияқты көрінетін. Бәрі де олардың шаңырағында қонақта болғанды, дәм татып, шүйіргелескенді ұнататын. Ол үйде әрқашан жайлылық, береке мен көңілді отырыстар болатын. Бірақ неге екені белгісіз, осындай кештерден кейін кейбір қонақтардың көңілінде бір сасық, лас, жағымсыз сезім қалып қоятын. Ол сезімнің аты қызғаныш еді. Әттең, мұндай сезіммен өмір сүру қандай ауыр еді. Іштей тынып, өзімді мүжу. Неге? Неліктен Серікке осындай асыл жар бұйырды? Ал маған тым қарапайым, еш қызығы жоқ әйел жолықты. Өмірім сүремсіз, күндерім мағынасыз. Тұр! Деген ойлар кейбір еркектердің өзегін өртеп бара жатты. Бірақ ең қорқыныштысы бұл да емес еді. Ең сұмдығы, сол ер азаматтардың санасында бұдан да сорақы ойлардың туы. Мысалы, маған да осындай әйел бұйырғанда ғой. Немесе, Айгерім сияқты жарқыраған жұлдызбен бір шаңырақта тұру қандай екен? Ал ең жиіркеніштісі, ол төсекте де өмірдегідей мінсіз бе екен? Әлде бәрі жай ғана сыртқы көрініс пе? Осылайша олар өмір сүріп жатты. Серік пен Айгерім бақыттан бастары айналып, жарқырап жүрсе, айналасындағылар іштері тар, екі жүзді күй кешті. Олардың ортасында Самат есімді бір жігіт бар еді. Ол өзінің адалдығымен немесе тәрбиесімен ерекшеленбейтін. Осыдан 5 жыл бұрын Самат пен Серік бірге жұмыс істеген, содан бері араларынан қыл өтпес досқа айналған. Кейін отбасылармен араласып, тіпті балалар да қатар өсті. Самат пен оның жары Гаухар Серіктердің үйіне жиі қонаққа келетін. Бірақ Саматтың көкейінде Айгерімді көрген сайын қандай лас, қандай жиіркенішті ойлар оянатынын ешкім сезген де, білген де жоқ. Соңғы кездері бұл ойлар оны тіпті жиі мазалай бастады. Мәселе мынада. Гаухар 35 жасқа келгенде қатты толып кетті. Тіпті 2 есе десек те болады. Самат кезінде үйленген сол бір нәзік, сымбатты бойжеткеннен жырнақтақта қалмаған.
Ол қазір кешкі уақытын теледидар алдындағы креслода, қолына бір бөлке нанды ұстап алып, сериал көрумен өткізетін дәу әйелге айналған. Гаухарды өмірде сериалдар мен отбасылық жанжалдар туралы бағдарламалардан басқа ештеңе қызықтырмайтындай көрінетін. Ал Самат болса, нағыз дос, қамқор жар ретінде. Саған не болды? Мүмкін көмек керек шығар. Қандай қиындығын бар? Деп сұраудың орнына, одан мүлдем суып кетті. Одан алыстап, бейтаныс адамдай сырт айналды. Соңғы 1 жыл бойы олардың өмірі осылай өтіп жатты. Әйелі теледидар алдында, күйеуі өз бөлмесінде телефонына үңіліп отырғаны. Егер ортадағы балалары болмаса, олар бір-бірімен мүлдем тілдеспесте еді. Бірақ Саматтың әйелімен әрқашан талқылауға дайын болатын бір ғана тақырыбы бар. Ол Айгерім. Гаухар, деп айғайлады Самат бір күні кешке өз бөлмесінен. Жұма күні кешке не істейсің? Гаухар үнсіз қалды. Оның назары теледидардағы кезекті бір отбасылық драмаға ауған еді. Самат бөлмеге кіріп келді. Бөлме іші ауыр ауаға толы. Үстел үстінде шашылған нан қиқымдары мен бос шай кеселері. Саған айтып жатырмын, Гаухар, құлағың ести ме? Саматтың даусынан жиіркеніш нышаны байқалды. Гаухар басын баяу бұрып, күйеуіне шашаңқы жанармен қарады. Не болды сонша? Жұма күні үйде болам балалармен. Басқа қайда барыш едім? Айгерім хабарласты, деді Самат көздері жылтырап. Олар бізді қонаққа шақырып жатыр. Серіктің жаңа жобасы сәтті аяқталатты. Соны атап өтеміз дейді. Айгерім деген есімді естігенде Гаухардың жүзі сәл өзгерді. Ол өзін Айгерімнің қасында әрқашан қолайсыз сезінетін. Оның мінсіздігі Гаухардың өз-өзіне деген сенімсіздігін одан сайын өршітетін. Тағыда ма? Деп күбірледі Гаухар. Менің баратын ештеңем де жоқ. Оның үстіне Айгерімнің жанында мен өзімді... Не болды? Өзімді күтуші сияқты сезінесің бе? Деп мысқылдап күлді Самат. Ол үшін өзімді күту керек, Гаухар. Азды көпті жиналу керек. Қысқасы, қарсылықты қой. Жұма күні кешкі сағат 7-те барамыз. Мен Серікке айтып қойдым. Самат бөлмеден шығып бара жатып, іштей, тағы да сол сұлулықты көрем. Тағы да сол жұпар иіспен сыңғырлаған күлкі деп ойлады. Оның ойында Серікке деген достықтан көрі, досының әйеліне деген арам пиғыл басым еді. Ал Гаухар болса, қолындағы нанды үстелге қойып, айнаға қарады. Ол айнадан өзін емес, бақытсыздықтың көлеңкесін көргендей болды. Алматының түнгі шамдары терезеден сығалап, бұл үйдің ішіндегі суықтықты одан сайын айқындай түсті. Бүгін не істесең, соны істейтін шығарсың, деді Самат, мысқылмен әйеліне қарап. Сонда не істеуің керек еді? Гаухардың даусы бәсең шықты. Серік бүгін хабарласты. Айгерім екеуі бізді қонаққа шақырып жатыр. Көрмегелде біраз болыпты. Ол жерде Ахметовтар мен Омаровтар да болады. Бас қосып шүйіргелесейді дейді. Не айтасың? Барайық, боспын ғой, деді Гаухар. Гаухар тіпті қуанып қалды. Соңғы кездері оның үйден шыққысы келмейтін. Үстіне ауыр жүк болып жабысқан артық салмақ оны қатты мазалайтын. Бірақ бұған тек тамақ кінәлі емес еді. Осыдан 1 жыл бұрын дәрігерлер қойған диагноз жүйелі түрде дәрі ішуді талап етті. Ал ол дәрілер өз кезегінде тәбетті тым ашып жіберетін. Нағыз тұйық шеңбер. Ем өкініштісі, бұл туралы сырласатын адамның жоқтығы. Күйеуі оны тыңдаудан баяғыда қалған. Саматқа әлеуметтік желілердегі сымбатты қыздарға қараған әлдеқайда қызығырақ еді. Гаухардың құрбылары да саусақпен санарлық қана. Олармен де ара қатынас баяғыда суыған. Бірақ Айгерімнің орны бөлек. Ол әрқашан мұқият тыңдауға, ақыл кеңес айтып, демеу болуға дайын тұратын. Гаухардың көңілі көтеріліп сала берді. Оған қазір жұрттың ортасына шығып, біреумен ақтарылып сөйлесу ауадай қажет еді. Алайда бұл кездесуді бәрінен де асыға күткен әрине Самат болатын. Ол өзі де байқамай қалды. Бірақ Айгерім оның барлық ойын жаулап алған еді. Самат бұрнана қойған жасырын суықтан қарайтын, ал Гаухар толып, тартымдылығын жоғалтқаннан бері тек Айгерімді ғана ойлайтын болды. Ол екеуін бірге елестететін. Үйде, көшеде, кездесуде, төсекте. Төсекте. Самат есінен тана жаздап жүрді. Ол өзін шын ғашықпын деп сендірді. Өмірімде мұндай сезінді ешкімге, ешқашан сезінген емеспін деп ойлайтын. Әттең Самат, осыдан 10 жыл бұрын Гаухардың соңынан 2 жыл жүгіріп, оның көңілін табу үшін қандай еліктерге барғаныңды қалай тез ұмыттың? Ол кезде Гаухар онымен кездескісі де келмеген еді ғой. Самат-ай, қалайша өзгеріп кеттім. Міне, көптен күткен жұмада жетті. Балаларды Алматының шетіндегі әжесінің үйіне апарып тастады. Гаухар мен Самат
асықпай қонаққа жинала бастады. Саған не болған? Мынау қандай жейде? Қайдан алғансың? Жаңа ма? Гаухар күйеуінің ерекше сәнденгеніне таңырқай қарады. Жаңая, деді Самат, әйеліне бұрылып та қарамастан. Ол айна алдында шашын түзетіп, өзіне риза кейіппен қарап тұрды. Ол өзін Алматының ең сымбатты еркегіндей сезініп, Айгерімнің назарын аудару үшін барын салып бақты. Оның бұл талпынысының артында үлкен бір қауіп пен нәпсінің құрдымы жатқанын ол әлі сезбеген еді. Гаухар таңғалғаннан аузын ашып қалды. Осы күнге дейін Самат өзіне бір жұп шұлықты да таңдап ала алмайтын, үнемі әйелінен көмек сұрайтын. Ал мынау су, жаңа жейдені өзі барып сатып алғаны нағыз таңдаларлық жағдай еді. Ал сен болсаң, деді Самат әйеліне жиіркенішпен қарап, сол креслода қалай отырсаң, қонаққа да солай бара жатқан сияқтысың. Гаухар ыңғайсызданып қалды. Негізі ол өзінің ең тәуір көйлегін киген еді. Тәуір болғанда, қазірі денесіне сиятын жалғыз көйлегі осы болатын. Күйеуінің мына сөзі жанына қатты батты. Бірақ ол кештің берекесін қашырмау үшін үндемеуге бекінді. Кеш тамаша өтіп жатты. Ортада әзіл айтылып, күлкі естіліп, Алматының қоңыр кеші жаймашуақ басталғанда еді. Достар соңғы жамалықтармен бөлісіп, Серік пен Айгерімнің қонақжай дастарханы айналасында мәре-сәре болды. Бір уақытта еркектер балконда темекі шегуге шықты. Дәл осы сәтте Гаухар Айгеріммен оңаша қалып, ішіндегі мұңын тарқатқысы келіп еді. Кенет телефоны шырылдап қоя берді. Хабарласып тұрған анасы. Гаухар, деді анасы дауысы дірілдеп. Аяулының қызуы қатты көтеріліп кетті. Дәрі берсем де түспей жатыр. Тез жетіңдер. Гаухар дереу күйеуін шақырды. Бірақ Самат еш қымсынбастан салқын ғана жауап берді. Өзім бара бер. Екеуміз барып не істейміз? Мен кейінірек барармын. Аяулым кішкентай бала емес қой. Дәрішсін, басылады бәрі. Көп ойланбастан Гаухар асыға шығып кетті. Оның кеткенін күткендей-ақ Самат енді мүлдем басқа адам болып шыға келді. Ол көпіріп сөйлеп, Айгерімге мақтауды үйіп төгіп, жанында жоқ әйелін келемеждеп, ащы әзілдер айта бастады. Оның бұл қылығы қонақтардың бәріне түрпідей тиіп, бөлме ішінде ыңғайсыз үнсіздік орнады. Бірақ ең сұмдығы әлі алда еді. Еркектер балконда әңгімеге кіріспеткен сәтті пайдаланып, Айгерім ас үйге таза ыдыс алуға кіргенде Самат соңынан барды. Ол есікті ақырын жауып, Айгерімге жақын келді. Айгерім, тыңдашы. Осы сен Серікпен неше жыл тұрып жатырсың? 10 ба, 15 бе? Одан әлі жалыққан жоқсың ба? Айгерім қолындағы тәрелкесін ұстаған күйі қалтып тұрып қалды. Оның жүзінде шошу мен жиіркеніш араласқан белгісіз бір сезім пайда болды. Айгерім мұндай сұрақ күтпеген еді. Саматтың оның ең қасиетті мекені жеке кеңістігіне осыншалықты дөрекі басып кіргеніне таңырқап, ештеңе түсінбей қарап қалды. Неменеге сонша қарап қалдың? Деді ол, еш қымсынбастан. Шынымды айтшы, осы жылдар ішінде күйеуің мезі қылмады ма, ә? Жаңа бір нәрсені байқап көргің келмеді ме? Екеуің институт қабырғасынан бері біргесіңдер. Осынша уақыттан кейін махаббат әлі тірі дегенге ешқашан сенбеймін. Самат, саған не болған? Массың ба? Не айтып тұрсың өзің? Қойшы осы, сырбаз бола қалмай. Сендей сұлуға ешкім ешқашан қызығушылық танытпады дегенге кім сенеді? Несіне қылымсисың? Әлде мен сенің алтын серігіңдей сымбатты емеспін бе? Осы сөздерді айта сала, Самат Айгерімге қарай атылды. Бір қолмен белінен құшақтап, екінші қолмен арқасынан құшақтауға тырысты. Айгерім аяқ астынан пайда болған бұл ғашықты бар күшімен итеріп бақты. Бірақ Самат одан әлде қайда қарулы еді. Келші бері, қынсынбаш, қорықпа ақымағым, мұны ешкім білмейтін болады. Қандай тәттісім өзім. Дәл осы сәтте досының түсініксіз сөздермен ас үйдегі оқыс шуды естіген Серік бөлмеге атып кірді. Ол не болып жатқанын бірден түсінді де, Саматты әйелінен жұлып алып, қабырғаға қарай ашумен итеріп жіберді. Не істеп тұрсың, оңбаған? Қалай дәтің барды? Осы бір масқара көріністің ең биік нүктесі Гаухардың пайда болуы еді. Қызының қызуын басып ұйықтатып тастаған соң, ол бәрібір қонақтарға қайтып келуді ұйғарған болатын. Ол бәрін естіді, әрбір сөзіне дейін. Сорлы әйел есік алдында тұрып, шарасыздықпен ұяттан қайда қашарын білмеді. Жүрегі шым ете қалды. Ол Саматтың жаңа жейдесінің сыры енді ашылғанын түсінді. Гаухар ештеңе деместен үнсіз бұрылып анасының үйіне кетіп қалды. Күйеуінің қасында қалу жиіркенішті әрі жан төзгісіз ауыр еді. Ал Серік болса өзін әрең ұстап тұрды.
Оның бойындағы ашу ыза бұрынғы досын мүгедек қылып жіберуге шақ қалған еді. Самат ашуға булыққан серіктің қаһарынан қорыққаннан үйден қалай қашып шыққанын байқамай қалды. Соңынан есіктің тарс етіп жабылған дыбысы оның достыққа да, сыйластыққа да салған нүктесі еді. Самат серікті ғана емес, бүкіл ортасын жоғалтты. Бұл масқара оқиғадан кейін ортақ достарының бәрі одан теріс айналды. Бірақ ең соққысы бұл емес еді. Гаухар балаларын алып үйіне қайтып оралмады. Анасының үйінде қалып, бір жола ажырасуға арыз берді. Арада 1 жыл өтті. Гаухар Айгеріннің қолдауымен денсаулығын түзеп, өзін күтуге кірісті. Ол өзіне лайықты ем қабылдап, артық салмақтан арылып қана қоймай, жастық шағындағыдан да нұрланып құлпырып кетті. Әйел бақытын да тапты. Сөйтсе, жұмысындағы әріптесі оған баяғыдан-ақ сұқтанып жүреді екен, тек жүрегі дауаламай келген. Ол еркек үшін Гаухардың салмағы да, киген киімі де маңызды емес еді. Ол Гаухардың ішкі әлеміне ғашық болатын. Ақыры Гаухар өзіне лайықты, нағыз ер азаматты жылықтырды. Бірде Самат Алматының ірі сауда орталықтарының бірінде бұрынғы әйелін көріп қалып танымай қалды. Алдында жарқыраған, сымбатты, көзінде мұң жоқ ару тұр еді. Гаухар, сен алар емеспін? Бұл шынымен сен де? Қандай болып кеткенсің? Нағыз сұлусың ғой. Мүмкін кешкісін бір жерде отырып кофе ішерміз, не дейсің? Деді Самат үмітпен. Ол жоқ деді. Сол кезде ол Гаухар емес, Гаухар ханым деді бір дауыс. Орта бойлы, талғаммен киінген, сымбатты ер адам жымиып келіп Гаухарды қолтықтап алды. Оның жұбайлық сақинасы жарыққа шағылысып, Саматтың көзіне оттай басылды. Дәл сондай сақина Гаухардың да саусағында жарқыраттыр екен. Саматқа тек бақытты жұптың соңынан қарап қалудан басқа амал қалмады. Ең қызығы, енді Саматтың түсіне де, өңіне де тек Гаухар кіретін болды. Ол есінен тана жаздап, оны қайтаруды армандады. Айгерін туралы ойынан мүлдем шығып кетті. Бірақ Самат өзінің кімді жоғалтқан, өз жарының нағыз асыл екенін тым кеш түсінді. Алматының биік таулары сияқты асқақ Гаухар енді оның қол жетпес сағынышына айналған еді.